Алдыңғы жылдары бұл жерде жайқалған жасыл бақ бар еді, бірақ былтырғы су тасқыны табиғаттың осындай әдемілігіне ауыр соққы болды. Қайрат Кәрімов пен жұбайы Роза 2015 жылы қалаға жақын жерден 7 гектар алып бағбандықты қолға алған. Алғашында оңай көрінгенмен еңбек жолы шынында да адам төзгісіз шаруа екеніне көз жеткізді. Бірақ тоқтаған жоқ. 10 жыл ішінде маңдай терімен еңбектенді. Дәл қазір мен Орал қаласындағы үлкен бақта тұрмын. Су тасқынынан кейінгі осы бақтың құлпырған түрін көру, ол әрине бақыт. Алайда оның артында үлкен еңбек, қажырлы жұмыс жатыр. Осының барлығын басы қасында жүрген дәл қазір менің қасымда тұрған Қайрат ағаның еңбегім. Жалпы Қайрат аға, дәл осы баққа қанша жыл ғұмырыңыз кетті? Қалай бәрі басталды? Енді дәл осы бақытта біз 10 жылдың үстіне еңбектеніп жатырмыз. Енді бірінші кезде мұнда келгенде, енді бұрындан бері бұл жерде негізі 18 ғасырда Совет мемлекетінің кезінде бақтар болған. 18 ғасырда, 19 ғасырда да, 20 ғасырда алма бақтар болған. Енді перестройкадан кейін ол бәрі алма бақтары құрып кетті, бәрі нетті. Сонда енді мұнда біздер зерттеп қарадық, болды азын шоғын алмалар. Үлкен ғалымдармен қайсысын сақтап қалуға болатын, ондай не болған жоқ. Ауырып уже деген деревья одичали, да? Содан кейін ол өте өсіп кеткен болды. Кілең терек, мынандай тұрған болған жоқ. Ана өлшеуге GPS қандай терек, қазір деген ашық қой территория, ондай болған жоқ. GPS-пен балалар кіргенде теректердің арасынан әрең кіретін ет бар ғой өлшеуге. Енді соның бәрін деген бізде 1 жыл деген техника кетті. 1 жылдың үстінде деген бәрі теректерді алуға, нетуге, тазартуға, одан кейін оның бәрін автогрейдермен түзедік, оның бәрін тазартқаннан кейін. Одан кейін плантажный плуг деген болады. Үлкен плуг 70 сантиметр тереңге алатын, сонымен бәрін жырттық бұл жердің бәрін. Одан кейін не жасап, дискование жасап, одан кейін сидерат ектік, солай басы. Жайлап қоршады, қоршамай болмайды бақта. Өте қыста қоян, человеческий фактор да бар еді. Соның бәрін қоршап, инфраструктуру өткізіп, столбалар бәрін свет тартып, сондай жұмыстарға кеттім. Бүтін полив жердің астында, трубалар көрініп жатқан көріпсіздер ғой. Бұның жердің астында өте көп трубалар да көрініп жатыр. Ол деген суаруға, нетуге өте керек заттар. Жұмыс көп қой бұл енді. Жалпы бұл бақта қанша түп алма ағашы бар? Алма ағашынан бөлек қандай өнімдер өсіп жатыр? Негізі основной бізде алманың несі да, алмадан бізде ғылыми жұмыс жасап жатырық, зерттеу жұмыстарын өткізіп жатырық. Енді осы 24 жылы тасқын болды, соған дейін 200-дің үстінде алманың сорттары болды. Одан кейін су тасқынның кезінде 110 сорт кетіп қалды. 110 сорт кетіп қалды. Енді соны деген қазір көріпсіздер ғой, бүтін бәрі жерлердің бәрін алдық, бәрін кестік, бірінші сосын деген трактормен тамырын алдық, оның бәрін қазір жаңа нетіп, жерден бастап егіп бастап жатыр жайлап. 110 сорттың барлығы сонда жойылып кетті ма, әлде оларды сақтап қалуға мүмкіндік болды ма? Арасында өте сирек кездесетін сорттар бар. Кейбір сорттар бар, енді осы сорт бақтан кетсе, ол еш жерде жоқ. Оны біздер қайықпен жүріп, жолдасымыз екеуміз жайлап ауылдағы теректерге нетіп, жоғарыдағы жерлерге аздап соларды черенкованием прививка жасап нетіп, солай алып қалғанымыз бар. Енді оны несі көп, енді ол өскенше әрбір 7-8 жыл керек. Жалпы ол ағаштардың өсіп жатқанына неше жыл болып еді, су тасқынына дейінгі? Енді оны қалпына келтіру үшін кем дегенде неше жыл? 10 жылдай болып қалды. Енді қалпына келтіргенде көбі сұрайды, қалай қалпына келтірдің ба деп бақта да. Ол енді восстановительный жұмыс, енді қалпына келтіруге үй суға кетті, үйді қалпына келтірдік. Жұмысшылардың үй суға кетті, олар қалпына келтірдік. Ол өзің істей аласың, өзің күнмен түнімен істесең де қалпына келтіресің да. Мынау деген өсімдіктің, өзінің табиғаттың өзінің несі бар. Оның сен резина сияқты соза алмайсың, нете алмайсың да, күн-түні қасында тұрсаң да ол өспейді. Ол өзінің деген свои биологические особенности да, өзінің өседі. Ол деген сондықтан оны олай жылдам қалпына келтіре алмайсың. Оған деген 8-10 жылдай уақыт керек. Негізі өткен су тасқыны, бұндай су тасқыны болмаған негізі. Су деген өте көп болған жоқ ол. 11-ші жылы су көбірек болды. 50-ші, 70-ші жылғы су тасқындарда су бұдан да 2-3 метрге көбірек келді. Но ол су тасқында су көп тұрған жоқ.
Мына 24 жылы су тасқында су деген 2 ай жарымның 2 ай жылдың үстіне тұрып қалды. Вот сол деген өте үлкен зиян келтірді. Ол су келіп кетсе, мына 10 жылы бір жұмада кетіп қалды да, оның алдында, например, бір айда кетіп қалды. Бір айда неде кетіп қалса, көп аман қалатын еді. Ол деген сол 2 ай жарым тұрып қалғанда, тамырлары оны көтере алмай, тамырларына кислород жетпей өліп қалады олар. Ауа жетпейді тамырлар, тұншығады да өліп қалады. Олар деген көп ағаштар сразу өліп қалғаны бар. Мына алма ағашты көріп жайлап өліп жатыр, мыналар міне алма беріп өліп жатыр, түйнек беріп. Солай жайлап 2-3 жылда өледі енді. Бәрін уақытында істеу керек. Сол ең қиын жұмыс дегенде қарайсың, су құю керек болып жатады. Су құю керек болып жатқанда бір жақта қарайсың, ана жерде шөп өсіп кетіп жатады. Бір жақта қарайсың, мына жерде бір бір аздап ауру бір нетіп жатады, яғни вредительдер нелерде, оны деген содан қарайсың, қайсысы бірінші істеу керек да. Соны нетесің. Негізі это систематически труд қой. Таңертеңнен кешке дейін абсолютно без выходных. Бүгін демалыс, бізде жұмыс істеу жүрген. Суббота келгенде бізде жұмыс. Ол деген не ғой? Бізде деген анандай не жоқ, систематически, таңның атысымен, күннің батысымен ол деген. Бұл жұмысты жүрегімен жақсы көріп істемесең, ол деген жақсы көріп істегеннен ол деген жеңіл болады да. Өзіңнің садоводство это образ жизни дейді, сол сияқты. Қалай бір жылдық көшет қалай өсетінін. Көбі соны оны білмейді, түсінбейді. Енді білмегесін кінә жоқ қой, көрмегесін білмейді ол кісі дегенде. Бір кісімен сөйлессем айтады, біздер алманың айналасына толып бүйтіп өсіп жатады, соны қазаласын деп ойлады дейді. Ол олай емес. Міндетті түрде мынау деген алманың жабайы түрі, ол деген алманың тамыры. Мичурин айтқан сияқты, мынау подвой дейді бұны. Подвой это фундамент яблони дейді. Алма деген сорттармен бағаланып етсе, айтылса, например, там апорт, там белый налив не деп. Бұлар деген цифрымен етеді. 54, 118, 62, 396 солай деп да, соның нелері бар. Бұл деген енді, мынау деген алманың тамыры да, бүйтіп өсіп тұрған. Мынау деген жаздай біздер бүйтіп қопсытамыз бұны. Бұны қопсытқанда, мынау жерден тамыр жинайды. Ертең күзде, күз болды ғой, ертең 1-2 жұмадан кейін мынаны бүйтіп аламыз. Мына алғанда мына жерде көрдіңіз бе, тамыр пайда болды да, мына. Осы бүйтіп аламыз да, мына жерден кесеміз. Мынаны каждый бүйтіп 30 сантиметр сайын отырғызамыз. Мыналардың бәрін. 30 сантиметр сайын отырдық. Міне биыл сөйттік пе? Келесі жылы жазда культурный сорт прививка жасаймыз бұл жерге. Окулировка дейді. Ана қандай сорт неткіміз келеді, например, да? Ана неме, народный ма, міне деген неме, соны деген аламыз да, мында деген почкасын, почкасын окулировка жасаймыз, почкасын культурный сорттың. Оны целлофанмен ораймыз да. Онымен нетеміз де, ол келесі жылы болды, 3-ші жылы көктемде мына целлофан шешеміз, үстінен кешеміз. Сонда мына 3-ші жылы тек күзде мына оянады да, мына почкасы. 3-ші жылы күзде тек осындай тек құттай сажыныс болады. 1 жылдық сажыныс, оны однолетний сажыныс дейді. Однолетний сажынысты біздер 3 жыл өсіреміз, түсіндер ғой да. Осындай тек 3-ші жылы күзде тек осындай міні болып шығады. Дәм керемет қой. Дәмі күшті, иә. Ойбай! Табиғат сынағына қарамастан бақтағы жүзім сақталып қалды. Мұнда жүзімнің 200-ден астам түрі бар. Су тасқыны кезінде ағаштардың басым бөлігі жойылғанымен, жүзімнің 98% аман қалды. Бұл бағбан үшін үлкен жұбаныш әрі жаңа үміттің бастауы. Бұл бақта алмадан бөлек жүзім де өседі. Қайрат аға, жүзім өсірудегі қиындықтар туралы айтып беріңізші. Енді жүзім деген ол деген жұмысы специфический. Бұған деген енді жұмысшы жалдап сетіп қоя алмайсың. Су жағынан самозасухоустойчивый культура. Қыста бұны деген бәрін кесіп, жерге жатсып, жапырақтарын жинап, үстін жабу керек та. Бір тәтті сорт жоқ, который неукрывной, жаппай өсетін. Барлық тәтті төртті енді жабу керексің. Оны жапқанда күз мынандай керемет болып тұрмайды. Күн салқын болып тұрады, жаңбыр, суық, сол кезде жауып атасың. Одан бұрын жауға болмайды. Ол үшін аяздар болу керек, аяздар жапырақтар түсу керек. Енді промышленный виноградовствоға енді былай өсіп тұрғанымен жарамайды. Себестоимостьін оправдать етпейді бұл деген. Енді просто деген хобби ретінде жақсы көргесін, коллекция жинағасын. Енді андан бір коллекция шығады, ол қызық. Ана селекционерлар сондайды, Қайрат, мына сорт сенде обязательно өсу керек деп те, мынау мықты сорт деп. Енді болды, қойдым деп ойлаймын, енді все тоқтадым деп те, больше жүзім алып келмеймін деп. Енді сөйтіп звондап тұрғаннан кейін, мен деп ала саласың, ананы аласың, 3-4 сорт аласың, жыл сайын сөйтіп ала бересің, тола береді әйтеуір.
Қайрат Кәрімов бақ ішінде экотуризмді дамыту бағытында жанашыл қадам жасап, Афрейм үлгісіндегі үйлер тұрғызуды қолға алды. Табиғат аясында демалуға қолайлы бұл үйлер ерекше архитектурасымен көз тартады. Туристерге жайлы жағдай жасап, бақ пен туризмді ұштастырған бұл бастама бақтың әлеуетін арттыруға бағытталған маңызды қадам. Демалушылар мұнда табиғатпен етене жақын болып, бақ ішінде серуендеп, жергілікті өнімнен дәм татып тынығуға мүмкіндік алады. Енді жасалып жатқан жұмыстар көп. Бір несі енді мына үйлер салып жатыр, көрсеңдер ғой да, бұл бірнеше мақсаты бар да. Енді біріншіден мына қазір деген бүтін менде бұрын болған бизнес бәрі қана бүтін үйлердің бәрін мен осы сатқа салдым да. Енді бұл деген обслуживание сады дейді ғой, оған өте көп ақша керек болып тұрады ай сайын. Енді сол деген бұны енді жалға тапсырып, содан тапқан ақшаны сол неге мына сат дамытуға салып та, мен әлі көп мақсаттар бар, орман еккім келеді, әлі ботанический сад бар да, соның бәрін ету үшін енді қанша айтқанмен қаражат керек та. Оны өзің таппасаң еш жерден болмайды да. Перфекционистпін да, мен бірдемен жасасам, досконально, бұл үйлер построены с соблюдением всех норм ГОСТа да. ГОСТ деген бар ғой, кейбір материалдар болған жоқ, заказбен алатын. Для соблюдения паропроницаемости да, енді ағаш экологически чисто, көріп тұрсыңдар ғой, ағаштың иісі қалай шығып тұрған да. Енді ерекшелігі дегенде мұндай үйлер енді бар ғой, салып жатыр ғой. Алма бақтың ішінде, алма бақтың өзі қазір жоқ. Алма бақтың ішінде осындай үйлер болған өзі ерекшелік. Екіншіден бұл деген қаланың ішінде енді. Черта города дейді ғой, қаланың қасы ғой бұл деген. Сосын деген енді мына арада ерекше өзенін көрсеңдер, озеро Садовское. Бұл вариалия этого озера Садовского постоянно произрастает около 300 видов растительности. 300 өсімдіктің 300 түрі өседі. Оның 6-ы на грани исчезновения. Ол деген қызыл кітапқа енген. Сол екіншіден енді біздің мемлекет қазір агротуризм дейді, осыған өте қатты көңіл болып жатыр, ол дұрыс негізі. Біздің бақта өте көп кісі келеді. Өзіңіз білесіңдер, атақты кісі соның ішінде. Біздің жаңасы Қазақстаннан емес, бүтін елдерден келеді. Әлі келгісі келеді, көп кісі хабарласады, звондайды, жазады, келгіміз келеді деп. Енді сол мақсатта агротуризм көрсетуге мана айтып кеттім ғой, тұрған жері бәрі жақсы ғой. Сондықтан үлкен деңгейде жақсы етіп салса, бүтін бәрін дұрыс жасап, бұнда енді сол агротуризмға дамуға өте жақсы үлесін қосады деп ойлаймын. Қайрат Кәрімов өсірген орман да ерекше. Мұнда жасы ғасырдан асқан ағаштар бар. Әрбір түп табиғатпен үндескен еңбектің белгісі. Орманның тарихы да, болашағы да бағбанның қолында. Енді бұл орман бір ерекше бір қарағанда көріп тұрсыңдар ғой да. Бұл деген негізі көп жұмыс істелді бұл орманда. Бұл орманда ішінде жүруге мүмкін емес еді. Көрінбейді, 3 метр жерден ештеңе көріп, оның бәрін былтыр қыста тазарттым, еттім. Енді әлі көп жұмыстар бар, әлі тамырларын алу керек. Мұнда өте ерекше мынандай талдар өсіп тұр. Бұл ива ғой енді, қазақшасы тал. Бұл деген мына теректерге ғалымдарының айтуы бойынша 150 жыл болған. Минимум. Маған айтты, бұл теректерге 200 жыл Қайрат. 150 жыл деп айт, не ошибешься деп, да? Енді негізі тал, ивалар 80-100 жыл тұрады. Бұл ерекшесі сондықтан да бұлар деген 150 жыл тұрып тұр да. Енді деген бұған солай енді жайлап нетіп, теректер егіп, акультурный теректер егіп, жайлап. Сосын деген мұнда деген палаточный жасаған болып тұр да. Анаяқта кейбір жерден киіз үй тігіп, кейбір жерден палаткалар қойып та, сосын сондай кісілердің демалыс жерін жасаған болып тұр. Байқадыңдар ғой, сатта өзінің колориті бар, мұнаяқта өзінің колориті. Мұнаяқ совсем бөлек, сат бөлек та. Бұл жерде ботаникалық баққа әртүрлі декоративті ағаш пен өсімдіктің түр-түрі өсіріледі. Бұл жер тек көгалдандыру емес, ғылым мен тәжірибенің тоғысқан ортасы болып отыр. Енді қазанда өте көп жұмыс жасалып жатыр негізі. Благоустройство да, визит центр салынып жатыр, теплица салынып жатыр, пруд. Енді қазір егіп бастап жатыр біздер өсімдіктерді да. Осы көріп тұрған өсімдіктердің бәрі ботаникалық баққа келіп тұр. Енді ол ботаникалық бақ енді болашақта не болады енді, научно-образовательный не етеді да. Енді балаларға, мектепте оқитын балаларға кружоктар болады деп ойлаймыз да. Ол балаларды тәрбиелеуге өте үлкен үлесін қосады деп ойлаймыз. Мұғалімдер, мектеп мұғалімдері, университет мұғалімдері проекттер жазып, ғылыми жұмыстар жазады деп ойлаймыз. Онда деген
өсімдіктің өте көп, очень много видов растений, өте көп өсімдіктер нелер болады да. Қайрат аға үшін әрбір еккен терек адал еңбектің жемісі. Ал жайқалып шыққан жасыл желек бүгінгі ұрпаққа қуаныш, келер ұрпаққа мұра. Қайрат Кәрімов үшін бақ тек ағаш өсіру емес, ең алдымен адал еңбектің, маңдай тердің, төзімнің айғағы. Табиғаттың тосын мінезін болжау қиын, бірақ оны жеңетін тынымсыз еңбек пен адам жігері. Қайрат ағайдың еңбегі адалдық пен еңбекқорлыққа берілген үлкен сабақ.